Баршаңызға сәлем бердім. Мен бүгін сіздерге өзімнің қаттаманы қалай жасайтынымды көрсетемін. Мен осы әулеттегі ең жас, ең кіші келін болсам да, менің қаттамамды көбісі мақтайды. Менің қаттамам менің өзіме де қатты ұнайды ғой. Негізінде бұл қаттаманы жасаудың ешқандай бір қиыншылығы жоқ. Бар болғаны 4 ереже бар. Сол 4 ережені сақтасаңыздар, сіздердің де қаттамаларыңыз өте дәмді, идеальный болып шығады ғой. Ең бірінші ереже қаттаманы жай ғана суға емес, осындай газды сарыағаш суына елесеңіздер, өте көтеріліп керемет болып шығады. Екінші ереже ол арасына жағатын, яғни қатпарлы қаттама жасау үшін арасына жағатын сары май, сапалы май болу қажет. 72,5% немесе 82% сапалы май болу қажет. Үшінші ереже қаттаманың қамырын жоғары сұрыпты ең сапалы онымен елеу қажет. Ең басты әрі ең соңғы төртінші ереже ол қаттаманы шын көңілмен, ықыласпен, жақсы көңіл күймен жасау қажет. Ендеше кеттік, сіздерге мен қаттаманы қалай жасайтынымды от үйде көрсететін боламын. Ең алдымен таза ыдысымызға осылай сарыағаш суын құйып аламыз. Мен барлығында көз мөлшерімен есептеп саламын, ал сіздерге толық рецептін видеоның описаниясына жазып қалдырамын. Және оның үстіне тұз саламыз. Негізі сарыағаш су өзі тұзды болғандықтан тұзды көп салудың қажеті жоқ. Араластырамыз. Енді осы судың үстіне оның бәрін салып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр елеу қажет. Онда да көз мөлшерімен саламын, ал сіздерге рецептін описанияға жазып қалдырамын. Құрметті көрермен, осы тұста сіздерге бір өтінішім бар еді. Қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіздер. Мен осы әулетте бағана айтып кеткенде ең жас келін болсам да, неше түрлі құдай тамақтарда, қонақ күткен кездерде қамырды осылай елеп, қаттаманы өзім жасаймын. Маған айтады үйдің үлкендері, осы әулеттің үлкендері, қаттаманы сен жаса, сенің қаттамаң керемет болып шығады деп бәрі мақтайды. Соған мен мәзбін. Негізі бізге көп нәрсе керек жоқ. Әйелдерге осылай бір мақтап қойса, бір мақтап айтып қойса, мәз болып алып ұшып, барлықтырып жасап тастаймыз ғой. Солай ма? Келсеңіздер, комментарияға жазып кетіңіздер. Сарыағаштың газды суына елегендіктен қамыр қазірдің өзінде бір үрленіп, көп күшті болып тұр ғой. Енді осы елеп қойған қамырды столдың үстінде бірнеше мәрте осылай айландырып, еле жібереміз. Міне, қамыр елем дайын болды, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болды. Енді осы қамырды 30 минутқа тындырып қоямыз. Міне, қамырымызды июі қанып дайын болыпты. Өзі сарыағаш суына еленгендіктен көпсіп, өте әдемі болып тұр. Енді осы қамырды оқтаудың көмегімен қатты жұқа және қатты қалың қылмай, орташа қалыңдықта жаямыз. Егер сіздер қамырды дөп дөңгелек жұқа етіп жақсылап жая алмайтын болсаңыздар, онда ешқандай көңіл күйлеріңіз түспесін. Қаттаманың, самсаның, қатпарлы қамырын дайындау үшін қамырды бір тегіс дөп дөңгелек етіп жаюдың ешқандай қажеті жоқ. Егер қамыр жая алмайтын болсаңыздар, осылай қаттаманың қамырын осылай жайып, осылай қолдарыңызды жаттықтырып үйренсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай, мен қамырды үстінен басып жаймаймын, осылай оқтаудың шетінен жаямын. Сол кезде менің қамырым бір тегіс әдемі жайылатын болады. Қамырдың шеттерінің қалың болып жатқанын байқасаңыздар, осылай оқтаумен басып-басып жіберсеңіздер болады. Мінекей, қамырымды да жайып алдым. Көріп тұрғандарыңыздай, қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта жайып алдым. Енді осы қаттамадан қатпарлы қамыр жасау үшін қаттаманың арасына жағатын бағана көрсеткен сапалы майды оттың астына қойып ертіп аламын. Міне, майды ертіп алдым. Енді оны бірінші қасықпен қамырдың үстіне құйып шығамын, одан кейін барып щеткамен жайып шығамын. Мінекей, майдың бәрін жағып шықтым. Енді осыны шетінен бастап рулет тәрізді тығыздап орайтын боламын.
Қамырды рулет тәрізді орап алғаннан кейін осы арасынан жаққан майымыз қату үшін пакетке салып 30 минутқа мұздатқышқа қалдырамыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қанша бөлікке бөлетініміз ол сіздің қаттамаңыздың көлеміне байланысты. Егер кіші бөліктерге бөлетін болсаңыз көбірек шығады, ал үлкен бөлікті қаттама жасайтын болсаңыздар аздау шығады. Менде осы рецепт бойынша орташа 6 қаттама шықты. Енді осы пышақпен кесіп дайындап алған қаттамаларды оқтаудың көмегімен бірінен кейін бірін сеуіп жайып алатын боламыз. Мінеки қаттаманың қалыңдығы осындай болуы қажет. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта жайып алдым. Енді осы жайып пісіруге дайын болған қаттамаларды сүлгінің үстіне орналастырамыз. Себебі қазір бетін жауып көпсуі үшін 15 минутқа қалдырамыз. Осылай қаттаманы көпсітіп барып пісірсеңіздер, қаттамаларыңыз өте дәмді, керемет, жұмсақ болып шығатын болады. Міне 15 минуттай өтті. Қараңыздаршы, қаттамалар қазірдің өзінде көпсіп әдемі болып тұр. Енді осы қаттамаларды қызып тұрған табанның үстіне май құйып, бірінен кейін бірін пісіріп алатын боламыз. Ең алдымен табаны қатты қыздырып аламыз да оның үстіне бір қасықпен толтырмай сұйық май құямыз. Оттың асты тым қатты немесе тым жай болмауы қажет. Орташа оттың астында қаттамаларды бірінші бетін қызарғанша пісіріп аламыз. Одан кейін екінші бетін аударып, екінші беті қызарғанша пісіреміз. Мінекей мен барлық қаттамаларды пісіріп алдым. Қараңыздаршы, өте керемет болып шықты. Дәміне енді сөз жоқ, өте дәмді болып шықты. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы, астарыңыз дәмді болсын.